Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен ағылшын тіліндегі like сөзінің 4 мағынасы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ағылшын тілінде like сөзінің 4 мағынаға ие екендігін біреу білсе, біреу білмейді. Алғашқы мағынасы ұнату, яғни бұл барлығымызға белгілі ұнату деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I like looking out the window. Мен терезеге қарағанды ұнатамын деген мағынаны білдіреді. Ал егер де осы like сөзінің алдында өт деген сөз тұратын болса, бұл сөз қалау, істегісі келу деген мағынаны білдіреді. Синоним сөз ретінде want сөзін алсақ болады. Мысалы, I would like to work with you. Мен сіздермен жұмыс істегім келеді деген мағынаны білдіреді. Дәл осы сөйлемді I want to work with you деп айтсақ та ешқандай да қате болмайды. Келесі үшінші мағынасы like сөзі сияқты, секілді деген мағыналарды білдіреді. Мысалы, she was nervous like a mouse. Ол тышқан сияқты мазасыз болды деп аударылады. Келесі және бір мысал, he drives a car like his father. Ол көлікті әкесі сияқты айдайды деген мағынаны білдіреді. Келесі төртінші мағынасы. Егер де like сөзінің алдында look деген сөз тұратын болса, бұл екі сөз сияқты, көріну деген мағынаны білдіреді. Мысалы, at night his father seemed look like a ghost to him. Түнде әкесі оған елес сияқты болып көрінді деп аударылады. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Бүгінгі видеода айтылған мәліметтер сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз.